Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді және де пайдалы авокадо салатын жасаймыз. Бұл үшін туралған біздің қиярларымызды ыдысымызға салып, үстінен салат жапырағын қолмен майдалап саламыз. Қатты үлкен болып кетпесін, қолмен жұлып майдалап ыдысымызға саламыз. Содан соң үстінен черри помидорын бөліктерге бөліп үстінен саламыз. Содан соң біздің авокадомызды үстінен турап салсаңыздар болады. Егер де езіліп кетпеген қаласаңыз, ең соңында салсаңыздар болады. Алдын ала салсаңыздар езіліп кетуі мүмкін. Сол себептен де ең соңында салғандарыңыз абзал. Содан соң, егер де айсберг капустасын қаласаңыздар, айсберг капустасын да жұлып салсаңыздар болады. Егер де болмаса, бұл міндетті емес. Оны салсаңыздар, салатқа ерекше дәм береді. Оны да қолдарыңызбен жұлып саласыздар. Содан соң енді соусын дайындауға кірісеміз. 2 ас қасық зәйтүн майына 2 ас қасық соевый соусымызды салып, үстінен тұзымызды салып, араластырып аламыз. Содан соң салатымыздың үстіне құйып шығамыз. Бір келгі болғанша араластырып отырамыз. Бір келгет араластырып болғаннан соң үстінен сырымызды салып, оны да қосып араластырып аламыз. Барлығын бір келгет араластырып болғаннан соң біздің тарелкамызға салып, үстінен өзіңіздің қалауыңыз бойынша манго немесе шабдалыны турап қойсаңыздар болады. Мен бұл жерде шабдалыны пайдаландым. Бұл да ерекше дәм береді. Бұл өте пайдалы және де диета ұстайтын қыздарға жақсы салат. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.